бір нәрсе істегенде сол істеп жатқан нәрсе маған нәтиже әкелу керек. Дублирование, яғни бір-біріңіздің функцияларыңызды көшірмейсіңіз да. Қазір қарасам, бұның барлығын екеуіңіз бірге істеп отырсыңыз. Түсінікті ма? Сіз оған айлық төлеуге дайынсыз, бірақ одан талап етуге мынандай көрсеткіш керек деп дайын емес. Бәрі онлайн жұмыс істегісі келеді. Бірақ мөлдір онлайн жұмыс істегісі келмейді. Мөлдір қатып қалған офлайнде. Ал мен айтсам, ол 300 квадрат 100 миллион әкеліп береді, сен 1 миллион аренда төлеуге дайынсың ба? Жалпы адамдар жұмыс таңдаған кезде өзінің ең танымал, ең мықты компанияда істегісі келеді. Мына жерден қанша адам керек екен, неден шығады? Сол мақсаттан шығады. Қанша объем жұмыс жасауым керек, қанша объем сатуым керек. Еріншектерді істегісі келмейтіндер, олар тест тапсырғысы келмейді. Жеңіл жұмыс іздейді. Сондықтан біз қиындатамыз да жұмысқа тұруды. Всем день добрый, ребята! Сегодня, наконец-таки, у нас состоятся разборы, где мы разберем ваш бизнес и покажем, какие есть ошибки в нашем мышлении, в инструментах и в систематизации, которые мы сегодня покажем на примере наших участников. Соответственно, всем, кто останется с нами до конца, напишет нам классный комментарий, расскажет свою историю, какой вы предприниматель, с какого города, чем вы занимаетесь. Мы выберем среди вас победителей, и подарок от нашей компании – это разбор и диагностика вашего бизнеса от наших экспертов. И всем, кто останется с нами до конца, напишет крутой комментарий, мы выберем среди вас победителей, которым подарим диагностику вашего бизнеса. 3 лучших комментатора получат от нас призы. Менің атым Мөлдір, бізде семейный бизнес. Бір жарым жыл болды, оптовый склад аштық. Қай салада? Біздің ниша, получается, трендовый товарлар и сезонный товар. Это Қала? Қала Алматы қаласы. Мысалы, жаңа жыл болса, бізде жаңа жылға ойыншықтар, қазіргі трендте, мысалы, лабубу сияқты, сондай трендті всегда іздеп жүреміз. Одан кейін соның кесірінен деп ойлаймын, өйткені бізде ассортимент үлкен, и сладости бар европейский. Соның кесірінен бізде магазинде порядок жоқ. Ешқандай товар орында тұрмайды, и бізде кішкентай балалар болғаннан кейін клиенттеріміз орны ауысып кете береді. Көп ұрланады. И соның салдарынан бізде жұмысшылар аз. Жұмысшы табу өте қиын. Бізге жас мамандар керек. Жас қыздар керек десек болады. Өйткені солар ғана балалармен жақсы тіл табысады. Мысалы, 25-тен асқан адам уже балалармен сөйлесе алмайды. Олардың брысь деп. оларды жұмысқа алмаймыз. Одан жастарын алсақ, жауапкершілік жоқ ешкімде. Мысалы, бір 3 күн жұмысқа шығады, шаршадым, ауырып қалдым, и келмейді жұмысқа. И одан кейін бізде ресурс жоқ. Өзімізде қалмайды да, өйткені кассаға тұру керексің, товар заказ беру керек. Содан кейін элементарно пол жуу, шаң сүрту, соның бәріне уақыт кетеді. Қалай? Оборот бізде, қазір айтам, средний 9 миллион айына. Соның таза пайдасы? Таза пайдасы 4 миллион, 3 миллион. Керемет. Өйткені аренда миллион, потом товар. Бізде всегда обновление болып тұру керек. Складта қандай суммаға бар товар? Складта товар 20 миллиондай складта товар жатыр. Осы 1,5 жылдан асты, біз оптовый қостықта товар. Қанша адам бар командада? Командада 3 адам. Екеуміз қоспағанда жоқ. Екеуміз сосын ұлым дейсің ғой да? Бізде бір қыз бар, 2 жыл дегенде күйеуім оған сеніп кассаны тапсырды. Оға дейін мен кассада 2 жыл тергеуде жүрді ма? 2 жыл тергеуде. Осы августте бітті тергеу. И жұмысқа ақталды деген үкім шықты ма? Барлығында сол проблема да. Сенбейміз, ешкімге сену деген жоқ. И бізде барлық жерде камера. Біз товарға кетеміз, мысалы, Қытайда 1 апта, 2 апта боламыз. Күйеуім жарты күн камераға қарап отырады. Сон ешкімге сене алмайды. Мен сенгім келеді, и маған ұрсат, сен бәріне сене бересің. Одан кейін екеуміз бірге қарайды дей ма камераны? Жоқ, мен қарамаймын. Мен қарамаймын, мен адамдарға ол байқалмай қалған нәрсе сен байқап қалатын шығарсың деп. Мүмкін. Сонымен адамды табу бізге өте қиын. Ескі адамдар жұмыс жасамайды, жастар істегісі келмейді, сонымен кіммен істеймін деген. Сол проблема бізде
коллектив дұрыс емес. И одан кейін жаңағы жастармен қалай жұмыс істеуді білмейміз. Олар қалай руководство жасауды білмейміз. Қатты сөйлесең жылап қалады. Қатты сөйлемесең жұмысқа кешігіп келеді. Или ауырып қала салады. Там внезапно аллергия, например, біреуінде бүгін. Жұмыста бірақ қыз отыр қазір. Сол. Қанша квадрат? Қанша квадрат? Мен білмеймін ол жағын. 25 квадрат. Жоқ, ол магазин, потом бізде Склад 50 квадрат. Аха. Таза офлайн ба сатылым или онлайнда бар ма? ну 80% офлайн. Вот этот оптовый біздің торговлямыз ол онлайн, чисто онлайн. И содан тоже сұрақ бар менде оптовый жайында. Барахолка. Ол жерде барлығы офлайн сатады. И көріп отырсаң, олар күні бойы заказ алады. А біз онлайнмен күніне енді максимум 3 либо 5 аламыз. Жоқ дегенде біреу. Но ол аз деп ойлаймын да біздің оборотқа, чтобы одан сайын өсу үшін, складты көбейту үшін бізге ол өте аз. И онлайннан көрі офлайнға шығайық па, шықпайық па, ол біздің оборотпен жетеміз ба, жетпейміз ба, сол сұрақ. Яғни қалай оборотты көтерім онлайн арқылы? Иә. Офлайн. Офлайн арқылы. Офлайн арқылы көтергім келеді, бірақ күйеуім за онлайн. Қалай? Қанша жыл болды екеуіңіз үйленгеніңізге? Үйленгенімізге 12 жыл болды. Бірге жұмыс істегенімізге 8 жыл болады. Оған дейін ондай жұмыс болмады бірге. Шаш ағарды ма? Жоқ, до конца ағармады. До конца ағармады? Жоқ. Шеті бастады дейсің ағар. Шеті бастады, бірақ бұл жерде семейный бизнеста ең қиыны бұл жерде отбасылық мәселе араласып кетеді. Әрине, ол деген күші жетпей жатқан кезде серіктес ретінде алады да күйеу ретінде бас жібереді ғой. Иә. Сіз де сөйтесіз. Енді барлық амал қолдану керек қой. Иә, күшің жетпей жатқан кезде әйелдік нені қосып жібересіз. Енді ол амалды қолданбасаң, мысалы, біз 3 ай жүрдік 2 сатушымен, даже 1 сатушымен да. Екінші сатушы табылмады. Потом бізде тағы да отдел бар, женский одежда, молодежная одежда. И ол жақта сауда... сағат отсақ, неше магазин ашылады екен тағы? Жоқ, болды, басқа жоқ. Сол жерде сауда түсіп кеткен, сатушы отырғандықтан кейін. Одан кейін мен өзім сауда жасадым. Вот 2 ай, 3 ай қимылдамай сол жерде отырдым, сауда көтерілді. Бірақ сатушы алайық десек, сауда ондай деңгейге көтерілмеді да, сатушы алатын деңгейге. И мне пришлось все это доказывать. Сауданы кішкене көтеріп, енді сатушы алдық. Қалай доказывать еттің? Сауданы көтердім, ассортиментті көбейттік, киімде, солай. 8 жыл бірге кәсіппен айналысасыз. 8 жыл, иә. Бірақ әлінге дейін келіспеушіліктер болады. Жоқ, оны келіспеушілік деп айтпаймын. Барлық адамда болады, бірақ бізде ондай глобальный ондай проблема жоқ. Проблема емес. Мен проблема көріп тұрмын мен. Кім проблема көріп тұр? Бар ма арамыз проблема көріп тұрған? Қандай проблеманы көріп тұрық біздер? Екеуінің арасындағы функциялар бөлінбеген. Яғни кім неге жауапты екен, кім не істейді екен? Бір адамды 2 адам атқарып ол етпірсіз. Потому что сіз басында Қойшы көп болса, қой арам өледі. Қой арам өледі. Яғни бұл жерде не демек? Сіздің жұмысшыларыңыз, екеуіңіздің екі көзқарасыңыз екі түрлі болып тұр да. Сол үшін жұмысшылардың да непонятка болып жатыр да. Не болып жатқан, қалай болып жатқан. Мысалы біздер Светлана ханым екеуміз тоже сөйтіп бірге жұмыс істейміз ғой. Бірақ екеуміз бөліп алғанбыз да. Менікі алға басам, а оныкі сол басып шапқанның барлығын жинап ұстап қалу. Яғни операционка не соны басқарады. Ал менікі выступление, сату, не алға қарай жүру, дамыту. Түсінеді сол. Яғни сөйтіп біз бөліп алғанбыз, және командамен, немен финансы, қаржы немен жұмыс жасайды. Сөйтіп маркетинг, продажы менің ойында. Сөйтіп біздер екеуміз бөлгеннің арқасында кім не істейтін білгендіктен бір-бірімізден жауап ала аламыз да. Бір-бірімізге біздер келісіп алған бойынша 9-дан 6-ға шейін біздер серіктеспіз, кешкі 6-тан таңғы 9-ға дейін біз ерлі-зайыптымыз. Яғни біздің жеке өмірімізде кәсіпте бөлінген. Соның арқасында не болады? Синергия болады. Синергия 1+1 бірге бір қосу қанша болады?
Екі. Жоқ. 11. Яғни екеуміз бірге өсуіміз керек та 11 есе. Түсініп отырсыз ғой? Біздің мақсат сол. Сондықтан екеуміздің жеке өмірдегі де, кәсіптегі де серіктестік ретінде функцияларды бөлуіміз керек. Ол жерде құралдың аты орг структура деп атайды. Яғни орг структураның ішінде біз бөлуіміз керек. Иә? Мына жерде міне басшы кім екен? Кім басқарады? Иә? Одан кейін астында функцияларға бөлінеді. Кімдер? Маркетинг бөлімі, сату бөлімі, сатып алу бөлімі, одан кейін там жеткізу бөлімі, солай бөлінеді, иә? Әрқайсысы. Сосын біздер мысалға бөлеміз. Так, мынау сенікі, мынау менікі деп. Әрқайсысы. Одан кейін көрсеткіштер болады, жаңағы KPI не деп айттық қой, әрқайсының өзінің көрсеткіштері. Қанша сан, қандай сан, кім қандай көрсеткішпен нәтиже жеткізу керек деген. Содан кейін, мысалы, екеуіңіз отырасыңыз да, бірге кездесіп, мысалы, күнде планерка өткізесіз. Мынау сенің жұмысың бойынша мынандай, менің жұмысым бойынша мынандай деген тапсырмалар, мынандай деген нелер көрсеткіштер болу керек деп. Сосын әрқайсысы өзінің көрсеткішіне жұмыс жасау керек. Сонда бізде не болмайды? Дублирование, яғни бір-біріңіздің функцияларыңызды көшірмейсіңіз да. Ал қазір қарасам, бұның барлығын екеуіңіз бірге істеп отырсыңыз. Екеуіңіз бірге істеп отырсыңыз, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Сыйып жатыр ма қазір? Сыйып жатыр, иә. Сол дұрыс сыймай жатыр ғой, сол екеуі то былау тайып кетеді, то мынау тайып кетеді екеуі жаққа. Иә, бір жағы пісіп, бір жағы піспей қалады да. Сондықтан екеуі дұрыс пісу үшін екі жақты бөлу керек та, екі қазанға. Иә. Әрқайсысы өзінің қазанымен айналысу керек та. Сонда функциялар бөлінеді. Иә? Ол үшін қалай екеуіңіз бөлесіңіз? Екеуіңіз бірінші кездесіп отырып, кім нені жақсы көреді, істеуге соны алады да. Кім нені жек көреді, соны жазады сосын. Сосын соңынан бүйтіп бөліседі. Мынау сенікі, мынау менікі деп. Бір-бірімен. Содан кейін ғана көрсеткіштер өзгереді. Одан кейін кімнің астына қандай адамдар жұмыс жасайды деген сұрақ болады. Уже мына жерден сосын команда кетеді уже. Мына жерде мына адам, мына жерде мына адам, әрқайсының астында кімге бағынады, не істейді деген содан шығады да әрі қарай. Сосын уже олардың тізімі жазылады, функциясы, олар не істейтіні, әрқайсының. Содан кейін нәтижесі шығады, сосын нәтижесіне біздер оның айлығын байлаймыз. Енді бұл бөлісу жағынан. Енді сіздің сұрағыңыз жаңағыдай үлкен адамды алсақ, жастармен істей алмайды, кішкентай балдармен. Иә. Жастарды алсақ, мойынсұнбайды, шыдамсыз. Сонымен қалай жұмыс істейміз деген ғой сұрақ. Иә. Не істейміз деген. Бұл жерде нені көрсеткіші? Екеуіңіз, яғни бұл жерде басқару функциясын оқымағансыздар. Басқару функциясын білмейміз ғой біздер. Иә, қалай басқарамыз? Иә, қалай басқарамыз? Басқарудың функциясын қандай көрсеткіштері, вообще басқару деген не? Қалай түсінеміз біздер? Басқару деген сөзді қалай түсінесіңіз сіз? Басқару деген? Иә. Басқару деген рабочий планды беру. Режим. Жоспар. Иә, жоспар жасау, режим жасау, зарплатасын белгілеу. Міне, осы жерден тағы бір ақау шығып тұр да. Жалақысын, айлығын сіз белгілеп отырсыз, бірақ жұмыс объемын белгілеп отқан жоқсыз. Түсінікті ма? Сіз оған айлық төлеуге дайынсыз, бірақ одан талап етуге мынандай көрсеткіш керек деп дайын емес. Сондықтан басқару деген не? Ең бірінші тапсырманы беру. Ең бірінші. Екіншісі есептеу. Үшіншісі адам жалдау. Төртіншісі бақылау. Түсініп басқару деген дұрыс тапсырма беру және бұның нәтижесін бақылау. Сондықтан көбіміздің бұл жерде мәселеміз бұлармен қалай жұмыс жасаймыз деген коммуникацияның түрлерін білмейміз біздер. Бәріне бірдей бір ретпен келтіргіміз келеді, бірақ бір рет сәйкес келмейді. Бір ретпен жұмыс деген. Солай ма? Солай ма? Бәріне бірдей қарай алмаймыз ғой, әрқайсысы әртүрлі. Енді ол үшін 3 поколение бар ғой, X, Y, Z деген білесіз бе? Иә. Міне, X, Y, Z. Әрқайсының өзінің бөлек көрсеткіштері бар. Біздер соны білуіміз керек. Кім қандай екен? Және кімнің қандай мотивациясы бар? Ынталандыру жүйесі. Яғни әрқайсысы поколениемен жұмыс жасау үшін әрқайсысын түсінуіміз керек. Қазіргі поколение? Z поколение ма? 2000-нан бері қарай Z поколение. Иә? Міне 85-тен 2000-ға дейін, міне Y 85-ке дейін X. Иә, сөйтіп біз қараймыз да бөлеміз. 65-тен 85-ке дейін.
Бұлар x болады. Сөйтіп бөлгенде әрқайсының енді білеміз. Енді қараңыз. Әрқайсының өзінің күшті жағы бар да. Міне мыналар y біздің поколение ғой. Бұлар өліп жұмыс жасайды. Өлгенше істейді. Солай ма? Я, бар ма арамызда сондайлар өлгенше жұмыс істейтіндер? Я, не істесе тек жұмыс берсе болды. Жұмыс. Я, демалыс болса да мен не істесем болады? Демалыс күні қандай жұмыс істесем болады деп ойлайтындар бар. Я, жерге барып, я. Демалыс күні ма? Бітті, мен кір жууым керек, үйде генеральный уборка жасауым керек, толтырып келесі аптаға тамақ пісіріп қоюым керек дейді. Я, демалыс болса. Демалыс 2 күн ма? 5 күн демалыс па? Бітті, онда ремонт жасаймын үйде. Солай ма? Если өзінде жоқ болса, енді барып әке-шешеме барып ремонт жасап берейін дейді. Әйтеуір табады не істесек те. Бұларшы, бұлар ондай емес. Бұлар өздерін жақсы көреді. Z. Яғни бұлардың қандай мотивациясы бұларда? Мақтау керек. Мақтау, содан кейін. Енді барлығын мақтау керек енді. Мынаны оңбаған деп мақтау. Көп ақша. Бұлар аз жұмыс істеп көп ақша тапқысы келеді. Аз жұмыс істеп көп ақша тапқысы келеді. Қазіргі нелер, зумерлерді қарайтын болсаң, 18 жаста уже миллиондап табады. Байқайсыздар ма? Бізден көп табады бұлар, бай бұлар. Бәрі онлайн жұмыс істегісі келеді. Бәрі онлайн жұмыс істегісі келеді. Бірақ мөлдір онлайн жұмыс істегісі келмейді. Мөлдір қатып қалған офлайн деп. Келген клиентті істегісі келеді. Офлайн клиент больше көптеу келетін сияқты. Сол ғой, дұрыс айтасың. Мына жерде объективный, субъективный деген бар, мнение, реальность деген. Субъективный сіздің ойыңыз бойынша, объективный жалпы халықтың ойы. Мысалға айтайық, поведенческие привычки, клиенттерді айтайық. Бұлардың клиенттердің қалай бір нәрсе сатып алғыңыз келеді, қалай іздейсіңіздер? Google'дан қараймыз. Instagram'дан қараймыз. TikTok'тан қараймыз. Бірақ мөлдір бар базардан қарайды. Деп ойлап тұр да. Я, онда жаны бар. Яғни сіз не істейсіз? Сіз Instagram'нан, TikTok'тан барлығынан қарап аласыңыз да, сосын барып дүкеннен таңдайсыңыз. Солай ма? Я, көріп аласыз. Я, көріп алу. Яғни соңғы шешім офлайнда болады. Енді қараңыз. Сіздің келіп тұрған 80% офлайндарыңыз ол үйреніп қалғандар. Ал біздің мақсат сізді танымайтын, көрмеген адамдарға онлайннан алып келуіміз керек та. Сонда біз не істейміз? Қазір 80% бізде дәл сондай случай болды. Барахолкіде киім сатады. Дүкен ашады. Екінші дүкен, бір дүкені бар, екіншісін ашады, масштабировать етіп жатырмын деп ойлайды. Саудасы көтерілмейді. Одан кейін үшіншісін ашады. Қымбат жерден алады да, бірінші қатардан алсам көбірек клиент келеді шығады. Онымен 3 дүкен, бірақ саудасы көтерілмейді. Не үшін? Себебі сол базарда тек қана келген адамдарға сатып отыр да. Яғни нарық ограничен, рынок ограничен, тек қана сол келіп тұрған клиенттер. Біздің мақсат енді сол жерде бар екенін білмейтін адамдарға көрсету. Ол не? Салқын трафик дейді. Мынау жылы трафик келіп тұрғандар, е. Салқын трафик сізді танымайтын адам. Сол үшін танымайтын адамдарға жарнаманы көрсету әртүрлі каналдармен, одан кейін оларды келтіру. Енді бізде соңғы мынандай тағы бір случай болды. Ақтөбеде алтын сататын дүкен бар. Біздер ойладық онлайн қазір шығарып жарнамаға. Онлайн по Қазақстаным сатамыз деп. Бірақ олай өтпеді. Сондықтан біздер тек қана Ақтөбеге жібердік та жарнаманы. Енді онлайн сату бөлімі бар ғой. Онлайн сату бөлімі не істейді? Олардың мақсаты дүкенге дейін алып келу. Сөйтіп, продажы көтерілді. Бірақ адамдар шешімді все равно дүкенде келіп шешім қабылдайды да. Онлайннан жалпы қарап алады. Примерно біледі ме, мынаны аламын деп келіп тұрады да. Одан кейін содан да басқасын көрсеткенде орта чек көтеріледі да. Түсініп отырсыздар ма? Яғни мақсат бірінші этап біздер салқын трафик, яғни салқын танымайтын клиенттерге көрсетуіміз керек. Екіншісі, оларды біз офлайн дүкенге алып келуіміз керек. Сонда бұл шешім қабылдай алатын адамдар болады. Бірақ сіздің нелерді жаңа хит товар, топ товарлар онлайнда сата беруге болады. Сондықтан бұл 50-50 істеуге болады да. Былай да. Енді B2B мен B2C-ді ажыратайық. B2B компаниялармен жұмыс жасау, яғни басқа да сондай зат сататын дүкендер Қазақстан бойынша. Солай ғой? Солай ма? Солар ма сізден сатып алатын? B2B компаниялар басқа дүкендер ма? Басқа дүкендер региондағы. Өзіміз, мысалы, бізде розница магазин ғой. Біз соған қарап онлайн аштық. Оптом аштық. Сол оптымды айтып отырмын B2B-де. Өзіміз сияқты клиенттер келіп алады, либо там по Инстаграму заказывает. Енді бізге не істеуіміз керек? Сол нарықты қарауымыз керек та.
Қанша Қазақстан бойынша сіз сияқты зат сататын дүкен бар? Алматыда, так, самый крупный екеу. Мгм. Ол екеуі де барахолка жақта орналасқан. Мгм. Енді басқа Мгм. қалаларда Басқа қалаларда көп емес. Шымкент, қанша? ну, Қарағандыда біреу бар, біздікі сияқты. Бірақ Мгм. оларда товары качествосы онша емес. Мгм. Ал басқа да дүкендер, сіздің зат сата алатын дүкендер бар ма? Оптом ба? Жоқ, розницу. Розницу көп. Қанша? Санамадым. Ну, Вот примерно өзіңе жазып ал, нарықты есептеу. нарықты Яғни есептеу. бұл нарықта қанша дүкен бар, қаншаға сата аламын. Мгм. Жалпы мен өзім ниша таңдаған кезде, бизнес таңдаған кезде, саланы таңдаған кезде мен не істеймін? Нарықты қараймын. Бұл нарықта мен ақша таба аламын ба, таба алмаймын. 1 миллиардтан жоғары таба алмасам, маған қызық емес бұл нарық. Түсініп отырсыз ба? Яғни мен қанша күш кетіремін, қанша энергия кетіремін, бұл жерден миллиард шықпайтын болса, зачем? Тым істемей жатқаным жақсы. Бір нәрсе істегенде, сол істеп жатқан нәрсе маған нәтиже әкелу керек. Сол нәтиженің жаңағы сапасы, мөлшері бар. Сол мөлшерге сәйкес келе ме, келмей ме, соны білуім керек қой. Қазір адамға әлі келген жоқпыз, нарық. Адамға қазір келеміз. Себебі бұл жерде бірінші адам алған кезде адамды қалай алатынын түсіндірем. Қанша адам алатынын білуіміз керек қой. Сіз білмейсіз ғой қазір. 10 адам керек па, 1 адам керек па? Солай ма? Маған где-то 7 адам керек сияқты. Сияқты. Оны қалай түсіндіңіз? Ойлаймын. Бүйттіңіз ба? Так, жел қазір 7 деп бүйтіп. Қалай түсіндіңіз жетеу керек? Автобус складқа маған, менің ойымша 2 адам керек. Автобус складқа 2 адам керек. Сіздің ойыңызша? Иә. А менің ойымша 50 адам керек. 30 квадратқа ма? Онлайн сата берсін. Товар аз 30 квадратқа 50 адам. Товар көбірек алып білейік. Көрдіңіз ба? Ограничение қай жерде? Енді оны көбейткеннен кейін айтамын Мөлдір ғой. ограничение қай жерде? Тленияда. Яғни сізде мақсат жоқ, қанша ақша табам деген не жоқ та. Мен білмеймін, может 500 адам керек шығар. Бұл неден мақсаттан шығады та? Яғни қанша ақша тапқың келеді деген сөзден шығады. Қанша ақша тапқыңыз келеді? Қанша ақша? 100 миллион айына. Может күніне, может сағатына, мен білмеймін, сол үшін сұрап отырмын ғой. 100 миллион примерно айта салды да, тисе терекке, темесе бір тапқа деп Айттым. 100 миллион, ал бүгін 100 миллион түсті. Не аласыз сол 100 миллионға? 100 миллионға? Иә. Квартира? Квартира алдыңыз, келесі ай тағы 100 миллион түсті. Участокке үй саламыз. Иә, үй салдыңыз, келесі ай тағы 100 миллион түсті. Уже ноябрь, декабрь, январь болып. Квартира аламын. Квартира алдың, февраль тағы 100 миллион түсті. Тағы да квартира аламын. Тағы квартира алдың, тағы 100 миллион түсті. Путешествие. Барып келдің, тағы 100 миллион түсті. Тағы да магазиндер ашам. Көрдің ба? Сенің армандарың бітті. Арман жоқ. Жоқ. Жазып қойғам. Квартира алам, бизнеске салам. Қазіргі план бізде сондай. Квартира. Міне, кішкентай жоспар. Иә. Сол үшін ойлау қабілеті де кішкентай диаметрда болады да, калибр. Мен айтып отырмын, давайте ядерный боеголовкамен бір ұрамыз болды деп. 50 адам алайық деп. Сіз айтасыз, жоқ, маған 5 адам керек, мен пистолетпен атам деп. Там ракетамен ату керек деп жатырмын да, жоқ, пистолетпен атам деп. Жоқ, мен садақпен маған жарайды дейді. Аз-аздап бастау керек қой. Жоқ, білемін, аз-аздап бастау. Бірақ аз-аздап бүгін бастау үшін мен ертеңгі мақсатым анық болады. Енді қараңыз. Мына жерден қанша адам керек екен, неден шығады? Сол мақсаттан шығады. Қанша объем жұмыс жасауым керек, қанша объем сатуым керек. Содан сіз түсінесіңіз, 30 квадрат. Сіз 30 квадраттың несімен, өлшеммен қарап отырсыз да? Бір анекдот айтып берейін сізге. Бір күні жаңа күйеуі келеді, жұмыстан келсе, әйел деген балық қуырып қойғанда, бірақ қуырған кезде басы мен құйрығын шолып тастағанда балықтың. Сосын сұрайды, мына не үшін шолып тастадың? Мен ана құйрығын қытырлағын жақсы көремін дейді, ана қытырлап қуырып жегенін. Білмеймін, менің анам солай үйретті дейді. Сосын анасына звондайды. Бұны неге сөйтіп кесіп бердің? Білмеймін, менің анам үйретті. Сөйтіп әжесіне звондайды. Әжесі дейді, бастарың жасаймын. Соғыстың кезінде бізде сковородка болып кішкентай болды. Ана балық сыймады, сол үшін біздер алдық та басы мен құйрығын жаңа кесіп, сөйтіп қуырып жүрдік дейді. Сонымен әлі сөйтіп істеп жүрсіңдер ма дейді. Түсіндіңіз ба? Ja, мына сковородкаға сыймай жатыр да балық деген ана. 100 миллион сыймай жатыр. Сол үшін 30 квадрат деген кішкентай сковородкаға пісіріп жатсың да сен.
Ал бізге может 300 квадрат керек шығар, 100 миллион таза пайда табу үшін. Енді 300 квадрат алайық десек, Аха. аренда миллионнан жоғары. Ал мен айтсам, ол 300 квадрат 100 миллион әкеліп береді, сен 1 миллион аренда төлеуге дайынсың ба, или 3 миллион арендаға төлеуге дайынсың? Енді бірінші төлеу керек қой. Ақша жоқ қой. Жоқ, ол әкеліп берсе, дайынсың ба? Әкеліп береді, ол қашан әкеліп береді? Бір айдан кейін әкеліп берсе, дайынсың Онда ба? төлеймін, дайынмын. Менімен саудаласып тұр кәдімгідей. Гарантия бар ма деп. Точно ма деп. Сонда бұл жерде біздің проблема құралда емес, біз неде көріп тұрық? Мышленияда. Яғни, я мало хочу, менің арманым кішкентай, сол үшін менің ресурстарым да кішкентай. Ресурсым кішкентай болғасын, менің табысым да кішкентай міндет. Белка в колесе. Сен неғұрлым тез жүгірсең де, сол 30 квадраттан шықпайсың ешқашан. Сол үшін біздің мақсат ана нені көбейту, сковородканы үлкейтуіміз керек та. 30 квадрат десе не позволяет, онда бізге одан да үлкен. Сол үшін мәжен шығады. Қанша 100 миллион табу үшін қандай команда керек, қанша адам керек, қанша оборотмен жасауың керек. Сосын сол обороттан есебі шығады да. Енді сіздің сұрағыңыз, қалай бұл адамдарды жалдаймыз? Енді мыналардың айырмашылықтарын түсініп, әрқайсымен біздер ынталандыру жүйесін енгізуіміз керек. Z-термен де, Y-мен де, X-пен де, үшеуімен де жұмыс жасауға болады. Сіз айтасыз, мына Y мен Z-тар үлкендер балдармен жұмыс жасай алмайды дейсіз. Одан бөлек біз жұмыс жасай алмаймыз. Бізде үлкен кісілер жұмыс істеді. 40-тан асқан, 50-ден асқан кісілер жаңағы киімде сатушы болып істеді. Бізде менталитет сондай, или тәрбие сондай, мен үлкен адамдарға қатты сөйлей алмаймын. Приказ беріп сөйлей алмаймын. Пол жу, шаң сүрт деген сияқты. Сондайды айта алмайды Абылай екенбіз. айтсаң бола ма? Пол жуыңызшы. Сөйтіп Шаңды сүртіңізші. Иә, айтасың, бірақ уақытылы істелінбейді ол. Аха. Одан кейін, қалай айтсам екен, басынады Аха. үлкен кісілер. Одан кейін бізге ыңғайсыз да үлкен кісілерге команда. Сонымен проблема қайда болып тұр? Үлкен кісілерде ма, сізде ма? Менде. Иә. Иә. Мына жердегі басшыда да проблема. Үшеуімен жұмыс жасай алмайды деген сөз ғой. Иә. Мыналар ұйықтап қалады. Мыналар басына істемейді. Мына байғұстар бар ма? Ол байғұстарды алған жоқ біз. Оларды түсіре алған жоқсың. Ол байғұстар бізге келмейді ғой олар. Сол ғой, иә. Олар уже несін құрып алған ғой карьерасын. Сонымен, мөлдір. Не істеуіміз керек? Оқу керек. Оқу керек, одан кейін? Сол үшін келіп тұрмын сізге. Одан кейін не істеу керек? Сосын жұмыс істеу керек. Біріншіден, біз білетініміз бен білмейтін нәрсенің шекарасын білуіміз керек та. Менің ұстазым айтатын, ақ бетті аламыз дейді. Ақ беттің ортасына нүкте қоямыз дейді. Бұл нүкте біздің біліміміз дейді. Бірақ мына білмейтін нәрсенің шекарасы кішкентай болғасын біз ойлаймыз бәрін білеміз деп. Ал бейтіп білімді үлкейткен сайын біздер не істейміз? Мына білмейтін шекараны көбейтіп жатырық та, содан кейін, мен әлі көп нәрсе білмейді екенмін ғой дейді. Түсініп отыр, сондықтан білім алған сайын адам мен білмейді екенмін деп сөйтіп ары қарай дами береді екен да. Ал мен бәрін білем дейтін адам бейт нүктемен жүрген адам да. Сол сияқты біздің мақсат бұл жерде білмейтін нәрсеміз. Бұларды басқару, әрқайсысын ынталандыру жүйесін, одан кейін әрқайсымен қарым-қатынас құрастыру. Мыналар басынатын болса, басынбайтын адамдарды қалай аламын? Оларды қалай мен тесттен өткіземін? Жұмыс қалған кезде қалай олармен келіссөздер жүргізуім керек? Собеседование. Одан кейін оларды қалай мен дамытуым керек, өсіруім керек деген сияқты. Әрқайсымен жұмыс жасауға. Бұлар бір-біріне қарама-қайшы адамдар емес. Бұлар бірге болған кезде бізде масштаб болады, бізде объем болады да. Иә? Геометрияны оқыдыңыз ғой, иә? Иә? Мынау X, Y, сосын Z. Сонда объем болады да, трехмерное пространство. Тек қана үшеуін ғана неткен кезде, мына Z болмаса, мына екеуі двухмерное пространство болады. Сондықтан біздің мақсат объем болу үшін үшеуі де істеу керек. Әрқайсысы. Бұлар жас, креатив, сондай нәрселерді істейді. Бұлар бір үйреніп қалған нәрсесін істей береді. Түсінікті ғой? Бұларда тәжірибесі мол да. Сондықтан әрқайсымен өзінің жақсы жақтарын алып, соны күшейтуге болады. Әрқайсымен өзінің орнында пайдаланатын болсақ. Мысалға айтайық, сіз айтасыз, сатушылар жастар болу керек, себебі кішкентай балдармен жақсы жұмыс жасайды дейсіз. Жақсы сатушыларды онда Z-тен алайық. Түсінікті ғой? Иә, мыналар финансист нелерің болсын, мыналарың там маркетолог нелерің, сөйтіп сен должностьтарға бөлуіңе болады да.
немесе мыналарың складта жақсы жұмыс жасай алады. Олар әлі шал емес, қартайған жоқ, энергиясы бар, күші бар, жұмыс жасасын. Зато тиянақты істейді, күні түні істейді. Бірақ Ал мыналар жақсы сатады оларға қарағанда. Деп айтайық мысалға. көп сөйлейді олар. Көп сөйлейді. Сөйтіп біз қарап істей аламыз ба? Бірақ ертең оптымға шыққанда, оптымда мыналар жақсы сата алады, мыналарға қарағанда. Біздің поколение. Біздің поколение. Себебі оның даусынан ажан деп тұрғанда сенім жоқ сияқты болып тұрады да адам. Сатып алатын адамдар. Солай ма? Енді ол поколение бізге келмейді. Даже объявление салған кезде олар бізге даже хабарласпайды. Дұрыс. Объявление қайда саласыз сіз? Объявление адам жалдаймын деген вакансияны. Инстаграм. Сосын? Инстаграмда сайттар, каналдар бар, объявление қабылдайтын. Сосын өзіңіздің жеке брендіңіз бар ма? Жоқ. Жоқ, конечно. Сізді танымайды, сол үшін сізге бармайды. Қазіргі таңда жастар, жастар дегенде жалпы адамдар жұмыс таңдаған кезде өзінің қай компанияға барам деген кезде ең танымал, ең мықты компанияда істегісі келеді. Солай ма? Ал біздер танымал болмасақ, бізден үйренетін нәрсеміз болмаса, онда бізге келмейді. Себебі ақшаны сол айлықты сіз беретін 300 мың, 500 мыңды әрбір компаниядан таба алады. Қай компанияға барса да сол айлықты бере салады. Сондықтан бұлар ойланады, мен не үшін мөлдірге баруым керек? Мөлдірдің қандай артықшылығы бар? Қандай құндылықтары бар жұмыс беруші ретінде? Мен не үйрене аламын мөлдірдің қасында жүріп? Деп сұрайды. Сонда объявлениенің ішіне берген кезде мөлдір соны жазу керек. Андай емес, требуется продавец дейді, бол салып қояды. Ол не сатады? Қанша жұмыс уақыты кететіні, қанша таба алатыны, барлығы жазылмаған. Одан кейін тек қана Инстаграм емес, сіз тек қана Инстаграмды қарайтын адамдар шектеп отырса, Инстаграмды қарамайтын адамдар бар. Может, сіздің ең мықты жұмысшыларыңыз ТикТокта отырған шығар, ВКонтактеда отырған шығар, білмейсіз ғой. Может, жаңағы HeadHunter'да отырған шығар, OLX-те отырған шығар, Каспиде отырған. Сіз білмейсіз, сондықтан бүкіл жерге беруіміз керек. Яғни қазіргі таңда адамдарды жалдау бұл маркетинг. Таза қалай маркетингтің құралдарын біз пайдаланамыз, клиенттерді шақыруға. Дәл солай біздер бұл каналдарды ішкі клиенттеріміз, бұл жұмысшыларды тартуға арналған. Сондықтан неғұрлым сен жақсы жарнама жасайсың, соғұрлым жақсы адамдарды табасың. Инстаграмдарда бердің, работа алматы, мынауларға бердің, пабликтерге, сол ғой. Одан кейін телеграмға бер, одан кейін жаңа группаларға сал, одан кейін тағы да солай нелерге жіберуің керек қой. Бүкіл жарнама каналдарын келеді олай да, мысалы жаз бойы бізде көп келді. Жұмыс өздері сұрап, даже объявление салмасақ та. Себебі бұлар студенттер. Студенттер, себебі бұлар жазда делать нечего. Сосын августтың аяғында барлығында провал басталады. Студенттердің бәрі кетіп қалады. 1 сентябрь бәрі кетіп қалды. Сонымен, мысалы келгеннің өзінде біз көп шатасамыз да, көп өтірік айтады. Соны қалай біз таңдау керек, біз қалай оларды, білмеймін, көріпкел болу керек қой деп жұмысқа алу үшін. Бар менде, мықты көріпкел. Бар ма? Соны үйретіп қойсаңыз бізге. Өтесінде сух ышықтап жібересің. Тест деген нәрсе бар. Бізде тесттен өткіземіз. Алдында практикумда айтқансыз. Адам келмей тұрып, тесттен өткізіп, біз тексеріп аламыз, қандай екенін. Сол тестті шығаруға болады да, тест арқылы адам өтірік айта ма, өтірік айтпай ма? Адам қандай дәреже. Одан кейін бұл тест арқылы біз фильтр жасаймыз да, еріншектерді, істегісі келмейтіндер, олар тест тапсырғысы келмейді. Жеңіл жұмыс іздейді. Сондықтан біз қиындатамыз да жұмысқа тұруды. Одан кейін жарнаманы біз жаңағыда охват не, воронканы есептедік қой, дәл солай жарнаманы да есептейміз да. Мысалы айтайық, 1000 адам біздің вакансияны көрді, содан соңында 1 адам жұмысқа шықты деп есептейтін болсақ, маған 10 адам керек болса, значит 10 000 адам көру керек деп мен жарнаманы көбейтемін да. Сондықтан бұл жерде де есеппен шығады. Одан кейін қандай құралдар, алдында мен айтқан құралдар бар, сол құралдарды пайдалану керек. Тест бар, тесттен кейін групповой собеседование бар, группаға отырғызып қойып бұлардың барлығын. Соның бәрін қайдан алсақ болады? Қайдан қаншаға сатып аламыз? Оның барлығын қайдан қаншаға сатып алмайсыз, оның барлығын үйренуіңіз керек бірінші. Соны қайдан үйренеміз? Үйренетін адам бар ғой, үйрететін адам. Саусақпен көрсетпей ақ қойын да. Көрсетейін ба, көрсетпейін ба? Көріп тұрмын ғой. Қашан үйренеміз? Енді қараңыз. Мына XYZ айттық, адамдарды айттық, енді ынталандыру жүйесі. Мен мысалы сіздің компанияға келдім деп айтайын. Сіздің компанияда келдім, сізде текучка көп, яғни текучка деген адам келеді, кетіп қалады да. Текучка не үшін болады? Біріншіден, дұрыс адамды алмағанның себептерінен болады. Ол сәйкес келмейді сіздің компанияға, бірақ сен тез ана шаруаны шешу үшін любой адамды алып қоясың да.
Ал мақсат барлығын ала бермеу. Керек адамды таңдау да. Мен керек емес адамды алғаннан ешкімді алмағаным жақсы деген ұғым болу керек та. Енді үлгермей жатырмыз. Клиент жіберіп үлгермей жатырмыз. Клиенттер кетіп қалып жатыр. Бәріне Қанша айлық консультация төлейсіз? Мен керек. сізге келдім, қанша айлық төлейсіз маған? Вот айлық төлеуде бізде тағы да күйеуім екеуміз Тағы бір арамызда авария спор бар бар, дейсің. иә. Конечно, спор. Екеуіңіз келіскен жоқсыңдар. Сіз айтасың, бәрі күшті Өйткені болды ол дейсің. айтады, біздің оборот мынаншаға жетпей қалады дейді да ақша. Мен айтам, ол ақшаны төлегенге адам жұмыс істемейді. Өйткені қазіргі барлығы қымбат, жай продукт алғанның өзінде мысалы 15-20 мың кіріп шыққанға кетеді. Сол сияқты айтамын, зарплата көтерейік. Айта берейін ба? Айта бер. Кассир жаңа қыз 2 жыл істегенге күніне 10 мың төлейді. 300 мың айына. 300 мың шықпайды, өйткені аптасына бір рет демалады ғой. Аха. Иә. 260 мың. Консультант 2 қызға 7 мыңнан төлейміз. Сосын бір школьница бар, суббота воскресенье шығады, оған 5 мыңнан төлеймін өзім. Енді қараңыз, бұл жерде проблема неде? Айлықтың мөлшерінде өте аз да. Біріншіден, екіншіден, күнделікті төлегенге. Міне мынаны түсіну керек. Егер адам күнделікті айлыққа жұмыс жасайтын болсан, оның тұрақтылығы жоқ деген сөз. Жоқ, біз қазір өзгерттік, 10 күн сайын төлейміз. Өйткені басымызға тиді да. Практикумдан кейін өзгерттің Иә, ба? сіздің практикумыңыздан кейін күйеуім өзгертті. Оны 10 күн енді ай сайын төлейтін қылып істеп қойған. Ай сайын төлейтін қылып істейін десек, келеді да, мынау болды, бұл болды, ақша керек болып тұр. Оны хотя бы 2 бөліп, аванс, одан кейін толық несін айлық деп сөйтіп бөлу керек та. Сол хотя бы солай ең жақсы вариант қазір сізге сондай болып тұр. Не деген ненің көрсеткіші? Егер күнделікті адам күнделікті айлығын алатын болса, бұл ертең шықпауына ықтимал жоғары болады да. Иә, ол ойланады. Себебі мен бүгін алып алдым, ертең шықпасам да болады, мен ұстап тұрған ештеңе жоқ. Ал мен айына 1 рет алатын болсам, немесе айына 2 рет алатын болсам, мені анау қармақ ретінде байлап тұр да, мен ертең шықпай қалсам, жұмыстан шығарып жібереді, ана ақшам қалды деп. Сондықтан біздің компанияда біз не істегенбіз? Айына 1 рет төлейміз, бірақ әр айдан кейін бір күні төлемейміз, 10 күні төлейміз. 10 күн жұмыс істегеннен кейін. 10 күн жұмыс істегеннен кейін, егер 30 күні төлеп, 31-ші күні жұмысқа шықпай қалады. Иә. Ондай да жағдайлар болды, соны тоқтату үшін. Екіншіден, біздер қаржылық сауаттылық деген нәрсені үйретуіміз керек та. Қаржылық сауаттылық, яғни ақшаң жетпей жатыр ма, сен дұрыстап оны бақылап үйренуің керек. Яғни маңыздылығы жоқ, сен 1 миллион аласың ба, 10 миллион аласың ба. Егер сенің шығындарың одан көп болатын болса, онда сен қаржылық сауаттылық жоқ. Келген адамды қаржылық сауаттылыққа үйрету керекпіз. Үйрету керекпіз. Себебі халықты ешкім үйретіп отқан жоқ. Сен оны үйретсең, онда саған менің нем үлкейеді да, сенімділігім, Мөлдір молодец, Мөлдірде жұмыс жасағым келеді, мені үйретіп жатыр. Мен қанша компанияда жұмыс жасадым, мені үйреткен жоқ. Солай ма? Ал Мөлдір үйретіп жатыр. Артықшылық бар ма? Бар. Одан кейін мен қандай тағы да артықшылық бар менде? Аптасына 6 күн жұмыс жасаймын. Мен шаршаймын 6 күн. Маған 2 күн демалыс керек. Не үшін маған 5 күндік бермейсіз? Қазір бүкіл жерде 5 күндік болып жатыр. Бізде кассир ғана 1 күн демалады, қалғандар 2 күн демалады. Сол кассирді біздер 2 күн демалысқа шығаруымыз керек. Олар кейде өздері ақша керек болып, көптеу жұмыс істейді. Көбірек алу үшін. Вот, керемет, значит, ынталары бар, көбірек алғысы келеді. Көбірек алу үшін сіз есептеп беруіңіз керек. Оған мынандай сауданың осындай мөлшерінен бөліп беремін, төлеймін. Пайыз ретінде беремін ба, процент от продаж, немесе KPI ретінде беремін ба, соған байланыстыру керек нәтижеге. Одан кейін келесі. Тағы не бересіз маған? Нешеден нешеге дейін жұмыс? Жұмыс сағат 9-дан 6-ға дейін. Ал жаздың күндері күн ұзақ болғанда сағат 10-нан 7-ге дейін. Түскі ас кімнің атынан? Түскі асты үйде көп тамақ болғанда бәріне бөліп беремін. Не дейді? Бізде көбісі студенттер, басқа қаладан келгендер, мен жаным ашып тұрады қыздарға, балаларға. Көшен тамағын жемес, үйдің тамағын жесін. Мөлдір повар, Мөлдір повар ба? Обед бар. Не бересің обедке? Еще қолдың тамағы. Үйде не жейміз, соны беремін. Не жейсіңдер үйде? Мен, может, сізге жұмысқа кіргім келіп тұрған шығар. Аптасына 1 рет бешбармақ. Бешбармақ жақсы көремін, барамын да тағы. 2 аптада манты. Мантын тоже жақсы көремін. Так, в основном спагетти, плов.
күшті. Ал оның шығындарын есептедіңіз бе? Есептемедім. Вот соның шығынын есептеп, лучше оларға прибавка беріңіз, өздері пісірсін, өздері нетсін. Менде қандай жағдай болды? Мен сөйтіп жұмысшыларыма обед, не сөйтіп беретін болдым ғой. Бұлар бір компаниядан доставкамен келеді ғой, обедтер дайын. Сондай заказ беріп отырдым. Бір 2-3 айдан кейін айтады, біз мынаған тойды басқасын ауыстырайықшы. Сосын бір сәл қымбаттауы бар деп, сосын соны шақырып, соны жеді. Бір 2 айдан кейін оған да тойынды. Неге мен ананы жемеймін, мен мынаны жемеймін, маған ана рестораннан деген әңгімелер басталып кетті. Ах, вы собаки дедім сосын. Енді өздерің нетесіз. Сол есеп шығардым да, әрқайсысына зарплатының үстіне қосып бердім, бітті. Өздері заказ береді, қайда, нені үйден алып келеді, уже үйден әкеліп бастады экономдап. Түсінесіз ба? Сөйтіп сіз бір проблемадан мойныңыздан арыласыз да. Жоқ, мен оны мысалы жұмысқа қалғанда айтпаймын ғой, саған обед беремін, тамақ істеп беремін деп Сіз айтпаймын. беріп тұрған нәрсені неге айтпайсыз? Оны Жоқ, соны реклама просто қылып айту керек қой. Болады ғой, енді бізде Вакансияның. көп тамақ істеніп қалады, например. Итке бергенше. Жоқ, көп тамақ істеліп қалмайды, мөлдір. Иттің дәрежесі болып кетті ғой жұмысшыларға. Сіз әдейі көбірек тамақ пісіріп тұрсыз ғой. Арасында Ой, мөлдір. Мөлдір түсініп отырсыз ба? иә, түсіндім. Иә. Мысалы, мен бүйтер едім да, бұлардан мен сұрар едім. Сізге ең мықты компания деген қандай компания? Аты емес, ал заты. Қандай сипаттары бар? Қандай компанияға сіз жұмыс жасар едіңіз? Қандай компаниядан сіздің не жетіспейді? Сонда олар айтады, бізге мысалы демалыс орын керек, намаз оқитын орын керек, немесе бізге Тамақ ішетін орын. тамақ ішетін орын керек, анау керек, мына өздері айтады не керек екен. Сен сол жағдайларын істейсің да, сонымен ұстайсың ғой бұларды. Яғни бұлардың жағдайын істеп, сенің өзің ойлағанында емес, олардың, может оларға сенің дайындаған палауың ұнамайтын шығар, бірақ үндемей аш болғасын жеп жүрген шығар. Жоқ, сұрайды. Мынау нан мен күрішті, немен етпен күрішті пісіре салған, мынау палау емес қой деп үндемей жеп отырады да, қарашы, дұрыс пісіре алмайды. Лучше бізге ақшасын беріп, өзіміз палау дайындап келелік деп айтып отқан шығар. Білмейсіз ғой оны. Иә. Сондықтан анонимді түрде сіз олардан опрос жасайсыз, олардан сұрайсыз, сізге не қажет, не керек. Одан кейін жұмыстан шығып кеткен адамдар бар ғой. Иә. Соларға звондап, олардан кері байланыс жинау керек. Не үшін жұмыстан шығып кеттіңіз? Мен не істеуім керек еді сіздер бізден жұмыста қалу үшін. Сонда сізге тағы да кері байланыс береді. Одан кейін тағы бір сұрақ. Сіз қандай басшымен жұмыс жасар едіңіз? Қандай қасиеттері болу керек? Сипаттамасын жазып береді да. Сосын менің өзімде бұндай сипаттар бар ма, жоқ па бұндай қасиеттер? Мен қайсын дамытуым керек деп өз-өзіңмен жұмыс жасау. Себебі мөлдірдің істеп отқан нәрсесі, мөлдір молодец, өзінің білген нәрсесімен бір деңгейге жетті. Енді мөлдір өзгеру керек ары қарай өсу үшін. Біздер әр өскеніміз ол өзгергеніміз деген. Яғни өзгерген сайын адам өсіп отырады. Ал өзгермеген ағаш болып, тақтай болып қалған адам бітті ол. Өспейді ары қарай. Өспейді ары қарай. Сондықтан басшылықты үйренуіміз керек, адамдармен коммуникацияны үйренуіміз керек, оларға ынталандыру жүйесін құрастыруымыз керек. Одан кейін жарнама ретінде біздер әртүрлі жерге не істеуіміз керек? Жарнама ретінде адамдар жинауымыз керек. Одан кейін офлайннан онлайнға көшуіміз керек. Офлайнда сізде бар адамдар может жеткілікті шығар, бірақ онлайнға көшетін болсақ, онлайнда мысалы Әл-Фарабиден жоғары бір байдың қызы отқан шығар. Мен де жұмыс жасағым келеді деп, онлайн бірақ. Ол барахолкаға барғысы келмейді. Бірақ үйден отырып сатса, мықты сатады. Одан кейін сіздің мақсат не? Нарықты зерттеу, яғни нарықты есептеп шығып, сондай компанияларға тікелей ұсыныс жасау. Оған онлайн менеджерлер жеткілікті болады. Онлайнда, мысалы, статистика, Monster деген компания не жасаған, исследование, сол исследование бойынша, статистика бойынша 70%, 69% кандидаттар, яғни жұмыс іздеген адамдар, ең бірінші онлайн жұмысты қарайды. 69%. Соның 54%-ы өзін бақытты қалай есептейді? Гибридный жұмыс жасаған кезде. Мысалы, аптасына бір рет офлайн барып кетеді, қалған күн онлайн істей алады. Может ол деген Қонаевта отырып жұмыс жасайтын шығар. Білмейсіз, Семейде отырып істейтін шығар, сіз білмейсіз. Может Петропавлда отырып та істей беруі мүмкін да. Ояқтың айлықтары төмен, ояққа сіздің айлығыңыз 260 мың мықты болуы мүмкін да, ауылда отырғаныңызға. Түсініп отырсыз ғой? Сөйтіп сіз ең мықты адамдар, мысалы біздер сөйттік қой, Ақтөбе деген алтын сататын дүкенге Шымкенттің қыздарын алдық жұмысқа. Себебі Ақтөбенің адамдары, сатушылары грубый болды да. Алсаң ал, алмасаң алма деп. Ал шымкенттікілер
ой әпке сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, мына бұйымдар сізге өте қатты жараса, сіздің құдағиларыңыз ертең деген көздері жайнап ананы көріп көре алмай кәдімгідей қуанышты болады деп сөйтіп не істейді, жақсы подходтарын тауып әкеліп береді дүкенге. Сосын айтты, сіздің менеджерлерің күшті екен деп. Қайда емес, Шымкентте отырып патырлатып отқан ана қыздар. Сөйтіп әр нәрсенің өзінің жақсы жақтарын біз алуымыз керек. Түсіндіре алдым ба? Иә, Сондықтан ДТП қай жерде болып жатыр? өзімде болып жатыр. Қай жерінде именно? Дұрыс ойланбау. Мышление. Мышление дұрыс емес. Иә. Иә. Сондықтан екеуіңіздің Шектеліп спорласқаның вообще ешқандай результат бермейді спорласқан. Спорласпаймыз. Біз Төбелесесіз шешеміз. ба? Жоқ. Шешімнің Конечно, жолын төбелессең табамыз. жеңе алмайсың ғой. Ұтылып қаласың ғой, весовой категорияларына сәйкес келмейді. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті. Рахмет. Одан кейін бұл жердегі проблема мына 3 түрлі поколенияны білмеу, оларды зерттемеу, олармен жұмыс жасамау және әрқайсысымен коммуникация құрастырып білмегендіктен, басқарып білмегендіктен, яғни басқару функциялары жоқтығынан.